Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар және құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен кезекті іс-шарамыз «Сақтансаң сақтайды» атты шарамызды бастаймыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қазір әлемде терроризм, экстремизм деген сұмдықтар шығып жатыр. Бұрын оны біз СССР кезінде естімегенбіз ондайды. Қазақстанда бар, бізді де сақтандыру жұмыстары жүргізілуде. Көресіздер ме? Яғни әрбір 5-ші немесе әрбір 3-ші сіз көрген дін туралы материал осы басқа ағымдарды насихаттайтын материал болуы мүмкін интернет группаларында. Одан кейін оларды репост жасайтындар бар, тарататындар бар. Қараңыздар, сол 16 миллионды таратқан кезде қанша шыққан? 100 миллионнан аса шыққан ғой публикация. Соны таратқан адамдар. Оны білесіздер, қазір бізде діни экстремизмді, терроризмді насихаттау ол заңмен қудаланады, Жихадқа шақыру, Сирияға шақыру, төңкеріске шақыру, оның бәрі заңда тыйым салынған. Білімді болып жүріп, тәрбиесіз болғаныңды қайтейік, Осы Әл-Фараби бабамыз айтқан, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасы шауы деп айтылған екен. Өйткені біз кішкене болса да руханилығымызды тәуелсіздік алдық, қуанып жатырмыз, бірақ руханилығымызды жоғалтып алдық. Рухани байымыз ба біз? Байымыз, Ол рухани байлық дегеніміз өзіміздің жаңағы салт дәстүрімізді білу, жаңағы үлкенді құрметтеу. Ол әдемілігіңді бұзатын мынандай орман сақал ол қажеті жоқ. Көрген адам шошиды ғой. Ол қалай оның тақырыбы қандай балақ қысқартудың? Пайғамбарымыздың кезінде осы байлар болған, шонжарлар болған, олар балақтарын ұзартып жүрген балақ кір болады, шаң болады, нәжіс болады. Ислам тазалықтың діні, ондайға жол бермеу керек. Сол үшін соларға айтылған балақтарын қысқартыңдар деп. Яғни сонда өздерінің нәпсілеріңмен өмір бойы жүргізген соғыс ана жерде бар бір ай бойы қан төккеннен әлдеқайда көп, әлдеқайда бір жихадтың кішігірім мағына түсінікті емес.